Исәнмесез, миңа бу видео кызык булды. Менә монда казак телендә ахрысы бу. Карапайым экономика. Демография турында монда нишләптер анда менә Мәскәүдә чиркәү бар ич инде. Хәтерләмим ничек атала, Кызыл төстә инде. Барыгыз да аны беләсез. Мин аны күрсәтәчәкмен. Шунда әйбер бар. Тарих буенча ул элек Кул Шариф мәчете була алган, Казанда торган. Казан уртасында һәм аның манараларын алып, Мәскәүгә алып киткәннәр. Фотосында менә шундый рәсем иде. Ул мәчет кебек, шуңа күрә кызык булды миңа карарга. Нәрсә турында икән карыйк. Сәлем, YouTube'да Карапайым экономика арнасы. Без бүген демографиясы кордымга кетип бара жаткан Ресей Федерациясы жайлы айтабыз. Орыс халкының саны неге азаюда? Демографияның экономикага әсәре кандай? Бу күбрәк демография аркасында һәм мөселманнарның күбәю турында акырсы. Мен уйладым, ул күбрәк сөйләшәк. Нишләп менә шул тарихи бер буенча мәчет, чиркәү аңладыгыз инде. Казандагы мәчет нишләп Мәскәүдәге чиркәүгә ошаган? Және 50 жылда Мәскәү ислам диненең орталыгы булатыны распа деген сұрақтарға жауап береміз. Видеоны соңына дейін көріңіз, себебі бұл видео қызықты мәліметке толы болады. Әуелі демографияның ел экономикасына әсері жайлы айталық. Мемлекет болашағына елде қанша автомобиль бар екені маңызды емес, елде қанша балалар арбасы бар екені маңызды. Бұл сөзді Финляндияның 8-ші президенті Урко Колева Кекконен айтқан еді. Шынында да, әр ел үшін негізгі байлығы адам. Демографиялық құлдыраудың қандай болатынын Ресей Федерациясының қазіргі халі анық көрсетіп тұр. Бұл күнде Ресейде 146 миллион адам бар. Соңғы Мен аны аңлыйм, нәрсә ул бар нәрсә әйтә, кызык икән шулай. 146 миллион дип әйтә, мен уйламыйм 146 миллион дип. Нишләптер, менә ниндидер конспирология дип әйтәсе килми инде аны. Мин андый кеше түгел, әле нәрсәләргә өйрәнә торган. Ләкин барыбер һаман бер кусаннар була алмый. Кайчандадыр кайчандадыр күп, коронавирус бик күп кеше үлде дияр. Сугышта ник күп кеше китте, эмигрировать итте, я үлде. Һәм нишләптер һаман 146 миллион теге бердә китмәде. Я 145, я 146, я 144, я 147. Ник алай була алмый инде ул? Я менә кайбер илләрдә соңгы вакытларда 20 миллионга күбәйде. Я 10 миллионга азайды. Ләкин нишләптер Рәсәйдә һаман 1 миллион төшә, менә шулай тора. 20 жылда халық саны 2 миллионға азайды. Соншалық көп емес қой дерсіз, алайда шынайы халық саны бұдан әлде қайда аз болар еді. Ресей үкіметі мигранттарға Ресей Федерациясының паспортын 7 шелпек таратқандай таратып жатыр. Бұл орыстардың ұлттық қауіпсіздігіне, елдегі ұлтаралық жанжалдардың одан әрі ушығуына Онда язылған Татарстанда яшәсәң татар телен өйрән дип. Дөрес. Келуде. Кейбір жылдары Ресейде 200 мың өзбек бар дегенде, өзбек ағайындар Ресейде үлкен жанжал қылған еді. Себебі Ресей Федерациясындағы өзбектердің саны кемінде 3 миллион еді. Орыс тілі онсыз да Ресей шекарасынан аумағынан тыс елдерде өліп бара жатқан тіл саналады. Әлем бойынша жыл сайын өзінің миллиондаған сөйлеушісінен айырылады. Орыс халқы неге азаюда? Ұлы отан соғыс жылдары Кеңес одағы 20 миллион адамын жоғалтты. Алайда бұл бала тууға кері әсер. Ул урыс кына түгел, анысы 20 миллион бар халыклар, татарлар, башкортлар, чуашлар, удмуртлар, чеченнар, кырымлар, украиннар яшәгән Рәсәйдәге, белоруслар яшәгән Рәсәйдәге. Һәм соңгысында урыслар да инде. Чөнки Власов армияда күп урыслар иде, 2 миллион кеше. Ничектер үлмәделәр алар. Әсер етпеді. Ресейде халықтың саны азаюы 1964 жылы ақ басталған еді. Экономикада әр әйел адамға 2,15 бала болатын болса, халық саны сақталады деп есептелінеді. 1964 жылы Бу кыргыз теле мәгән. Мин белмим, аңлап кына әле әйтә алмыйм. Бик өйрәнә башламадым мен телләрне. Ресейде тұңғыш рет әйел басына шаққандағы баланың саны 2,1 болды. Ал бүгінде бір әйелге 1,5 баладан. Бұл әрине алаңдауға үлкен себеп. Орыс халқының азаюының басты себебі Кеңес одағының саясаты еді. Ұлы отан соғысында Кеңес одағы ерлерден айырылды. Күйреген экономиканы қайта қалпына келтіру үшін еңбек күші керек еді. Одақ үкіметі әйелдер күшін пайдаланды. Кеңес одағында жұмысшы әйелдер бейнеленген плакаттар қаптады. Әйел адамдар колхозда, совхозда жұмысшы болды. Бұл әрине отбасы институттарын бұзды және бала тууды күрт азайтты. Орыс халқының санының азаюына алкоголизмнің әсері де қатты тиді. Себебі Ресей алкоголь салдарынан болатын өлім саны бойынша әлемдегі рейтингте көш басында. Алайда қазіргі Ресей үкіметі демографиялық кері кетуді мойындамай келеді.
ауруын жасырған не болатынын ескермеуде. Қазірдің өзінде Мәскеуде туылып жатқан 3 баланың біреуі мигранттардың баласы, яғни ұлты өзбек, тәжік немесе басқа да. 2025 жылға қарай Ресей Федерациясында дін ұстанатын әрбір 5 адамның біреуі мұсылман болады деп күтілуде. Алдағы 50 жылда Мәскеу ислам дінінің орталығы болады десе, еш таң қалмасаңыз да болады. Қарапайым Емінеміз қызық бұл. Қашанында әлде бір түрткіні мәшіт қалғыр, ләкин мұсылмандар бек көп болашағында. Мен ойлаймын, бір 3 жылдан соң енді миллионға жақын болacak. Бірінде иліне ябу болмаса. экономика арнасына тіркеліңіз, видеоға лайк басып, комментарийде өз ойыңызды жазыңыз, талқылап көрейік. Yazımlıqda onun videosuna benim әйберлер қарасыңыз келсе, я оңа жазылғысыңыз келсе, мұнда менің видео ғадалай қойым көрген, мағыз һәм жазылғыз менің каналға да. Намыздағы басқа да қызықты видеоларды көріңіз. Міне қарай аласыз аның каналында, аның да видеоларын, менің де видеоларын қарай аласыз. Сол